Қайырлы күн қадірменді көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Сәбитбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Президент жанынан ғылым мен технология мәселелері жөнінде ұлттық кеңес құрылмақ. Бұл жайында президент Алматы жұртшылығымен кездесуінде мәлімдеді. Мемлекет басшысы қаладағы қандай өзекті мәселелерге тоқталды. Астананың Бауыржан Момышұлы көшесінде орналасқан қаһарман тұрғын үй кешенінен өрт шықты. Зардап шеккендер бар ма? Алматы ел экономикасының қозғаушы күші. Қала республика бюджетінің 25%-дан астамын және сауда-саттықтың 1/3 қамтып отыр. Бүгін бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы жұртшылығымен кездесу кезінде айтты. Ол қала қасіретті қаңтардан кейін толық қалпына келді дегелі басты түйткілдер мен алдағы міндеттерге тоқталды. Президент бірқатар ауданның орталықтандырылған су жүйесіне қосылмағанын атап өтті. 30 мыңға жуық алматылық суды тасып ішеді деген ол, бұл түйткілді 3 жылда шешуді әкімдікке тапсырды. Бұдан бөлек қаланың орталығында коммуналдық жүйелердің тозуы, ғимараттар бір-біріне өте тығыз орналасуы, жолдардағы кептеліс мәселелеріне назар аударды. Ал шеткі аудандардың дамуы өте баяу жүріп, әлеуметтік нысандардың жетпей жатқанын айтты. Жұрт серуенге баратын саябақтар тапшы. Негізінен жер үйлер көп салынған. Тіпті қыс айларында қара түтін қаптайды. Азаматтардың демалысын пайдала өткізетін қоғамдық орындар аз. Көлік және инженерлік инфрақұрылым да жеткіліксіз. Әкімдіктің басты міндетінің бірі орталық пен шеттегі аудандардың арасында пайда болған осы теңсіздікті жою. Мемлекет басшысы қаладағы пәтер бағасының тым жоғары екенін сынға алды. Әсіресе жастардың баспаналы болуына жан-жақты жағдай жасау керек деді. Сондықтан әкімдік жалға берілетін тұрғын үй салу жағын тиімді қарастыруы тиіс. Келесі жылдан бастап үй құрылысын жыл сайын 10%-ға арттырып, ескі үйлерді сүру үшін әкімдікке нақты жоспар әзірлеуді тапсырды. Балабақшалар мен мектептердегі орын тапшылығын жою үшін жайлы мектеп жобасымен 37 мың орындық 22 мектеп салынуы керек. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қоғамдық орындарда ыңғайлы орта қалыптастыру жайы да сөз болды. Туризм саласы мен Алматы агломерациясын дамыту керектігі айтылды. Президент бұл ретте жыл соңына дейін агломерацияларды дамыту туралы жаңа заң қабылданатынын мәлімдеді. Мемлекет басшысы мәдениет, білім, ғылым жайына да тоқталды. Мен тағы бір маңызды бастама, президент жанынан ғылым мен технология мәселелері жөнінде ұлттық кеңес құру жөнінде шешім қабылдады. Оған еңбектері жұртшылыққа кең танымал ғылыми ортада өте беделді ғалымдарымыз мүше болады. Бұл құрылым ғылым мен технология саласындағы саясаттың басымдықтарын айқындайды. Алматыға жұмыс сапары барысында мемлекет басшысы Ахмет Байтұрсынұлының ескерткішін ашты. Салтанатты рәсімде сөз сөйлеген президент ұлы тұлғаның ұлт тарихындағы рөлі жоғары екенін айтып, рухына тағзым етті. Кейін шараға қатысқан ақынның туыстарымен және зиялы қауым өкілдерімен әңгімелесіп, естелік фотоға түсті. Айта кетейік, мүсін қоладан тұғыра тұтас күрт гранитінен жасалған. Жалпы ескерткіштің биіктігі 5 метрге жетеді. Ал авторлары Айдос Бүркітбаев пен Тимур Ермұхаметов. Астанада қыстың қақаған суығында бүтін бір отбасы баспанасыз қалды. Бүгін сағат 10-нан аса көп қабатты тұрғын үйдің бірінен өрт шығып, 3 бөлмелі пәтер түгі қалмай жанып кетті. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше қызыл жалын 50 шаршы метр аумақты шарпыған. Өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден 5 адамды құтқарып, 10 тұрғынды эвакуациялады. Оқиғадан 3 адам зардап шекті, ал үйде болған бір бала газдан уланып, ауруханаға жеткізілді. Тілсіз жауды сөндіремізде барып алысқан 2 төтеншелікте жараланыпты, олардың беті мен қолдары күйік шалған. Өрт негізі 11 кезінде басталды. Бізде өтіп бара жатқан кісілер подъезге өздерін өтінді. Біз сыртқа шығып қарадық, бірақ біздің қолымыздан ештеңе келмейді ғой. Тек қана орта жастағы әйел адам көмек сұрағанын ғана көрдік. Айқайлады ма? Айқайлады, көмек сұрады, жағалынып тұрды да. Біз бірақ қолымыздан ештеңе келмейді ғой. Сол где-то 10 минуттан кейін уже пожарный өрт сөндірушілер келіп, уже өз көмектерін көрсете бастады. Құрметті көрермен, айтарымыз әзірге осы. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.